Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагог колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Көке Асылбек Қабайұлы. Жалпы бүгін ашық сабақты мен М32 КБ тобымен өткізгелі отырмын. Сабақтың тақырыбы гимнастика жаттығуларын талдау және гимнастика сабақтарында дайындық бөліміндегі гимнастика жаттығуларын құру. Саламатсыздар ма, құрметті М32 КБ тобы және оқытушылар. Бүгінгі ашық сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы ашық сабағымды мен сергіту сәтінен бастағым келіп тұр. Жалпы қазір барлықтарыңыз орындарыңыздан тұрсаңыздар. Сабақты осындай көңіл-күйде бастасам. Жалпы бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы гимнастика жаттығуларын талдау және гимнастика сабақтарындағы дайындық бөліміндегі гимнастика жаттығуларын құру. Яғни, оның сабақтың мақсаты, бірінші білімділік гимнастика жаттығуларының құрылымы мен техникасын және талдау тәсілдерін үйрету. Екінші, дамытушылық студенттердің талдау, салыстыру және қорытынды жасау қабілеттерін дамыту. Үшінші, тәрбиелік гимнастика спорт түріне қызығушылығын арттыру. Яғни, бұл аралас сабақ болғандықтан бізде 3 сабақ мақсаты болады. Егер де бір аралас сабақ болмаса, сабақтың мақсаты бір ғана болады. Жалпы сабақта күтілетін нәтиже ол бірінші гимнастика жаттығуларын жүктеу және дайындық бөліміндегі жалпы дамыту жаттығулар тізбесін құру. Және теория мен практиканы байланыстыра отырып, кәсіби шеберліктерін шыңдау. Қазір біз фортуна арқылы топшаға бөлу әдісін орындаймыз. Яғни, Нұрхан, сіз бірінші топшаға барасыз. Маусыңыз. Әділетті маусыңыз. Мақсат, сіз екінші топшаға барасыз. Сіз отырсыз ғой, екінші топшаға. Келесі. Балғынбек, сіз бірінші топшаға барасыз. Аслан, екінші топшаға. Балғынбек, сіз бірінші топшаға. Бекзат сабақты. Келесі. Нұрхабыл, сіз бірінші топшаға. Келесі. Ерболат, екінші топшаға. Бауыржан, сіз бірінші топшаға барасыз.
топшаға. Жалпы топшаға бөлініп болдық. Қайтадан кетті. Келесі топшаға бөлініп болдық. Және енді ой шалу. Жалпы өткен тақырып бойынша гимнастикалық қозғалыстар неше кезеңнен тұрады деп ойлайсыздар? 3 кезең. Қолыңызды көтеріп айтсаңыз, 3 кезеңнен иә? Бірінші кезең қалай қалады? Алғашқы үйрету кезеңі. Бірінші алғашқы үйрету кезеңінде. Сол алғашқы үйрету кезеңі туралы не айта аласыз? Алғашқы үйрету кезеңі дегеніміз, яғни Орнынан тұрып айтыңыз. алғашқы үйрету кезеңі, яғни ол берілген тапсырманы, яғни оқытушыдан көріп, үйреніп, және соны айналып. Жақсы отырыңыз. Екінші, Аслан, екінші кезең қандай айтылады? Дайындық кезеңі. Қозғалысты жетілдіру кезеңі, сол туралы не айта аласыз? Орнынан тұрып айтыңыз. Қозғалысты жетілдіру кезеңі, мысалы бізде, яғни белгілі алғашқы үйрету кезеңінен бастап, яғни практика жүзінде қозғалысты жетілдіру деген мағынаны береді. Жақсы отырыңыз. Келесі үшінші кезең дағдыны жетілдіру және бекіту кезеңі. Бауыржан. Ол кезеңімізде жалпы нені үйренді, нені білді, соның бәрін бірге жіктеп, сосын жетілдіріп алып Күрделі жаттығуларды үйрету кезеңі аталады. Жақсы отырыңыз. Жалпы қазір сіздерге тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма. Бірінші топшадан Балғынбек шығарыңыз. Бұл сәйкестендіру кезеңі, яғни суретте берілген жаттығуларды сіз сәйкестендіресіз. Жақсы, келесі екінші топшадан Сымбат. Келесі Нұрқабыл, сіз шыққансыз. Келесі Белама. Келесі Нұрқабыл. Бауыржан шықты. Неше сурет қалды, енді 2 сурет бар. Келесі Нұрхан. Енді бір жаттығу қалды. Ел жаттығу қайсы жүрді. дұрыс. Сөзіған қоя салайын. Жақсы отырыңыз. Ал енді жауаптарын көрсек. Жалпы барлығы дұрыс, және өткен тақырыпты біз шолу жасадық, осы тапсырма арқылы еске түсірдік. Жақсы, келесі тапсырма сіздерде QR-код арқылы жалпы сіздерге қазір алдарыңызға бір топқа планшет таратылады, және осы планшет арқылы сіздерге QR кез келген таңдайсыздар, және видео болады. Сол видеоны көресіздер және видеоны талдайсыздар. Жалпы сол видеоға байланысты сіздерге сұрақтар беріледі, сол сұрақтарға жауап бересіздер. Түсінікті ғой, ал осы топтан сіз мақсат бір планшет алсаңыз. Ал қайсы көріп көресіз? Жақсы. Қайдырдеңіз. Жақсы. Келесі топ. Енді жаңағы сканерленген видео бойынша сіздер видеоны қарай берсеңіздер болады.
жалпы сіздерде саптық үйрекелікте және сіздерде акробатикалық жаттығулар. Жалпы сіздер видеоны мұқият қараңыздар, себебі соған сол видеоға байланысты сұрақтарға жауап бересіздер және сабақтың соңында ол ескеріледі. Жақсы ма? Акробатика сөзі грек тілінен аударғанда аяқтың ұшымен жүру, жоғары өрмелеу деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі видео сабағымызды бастамастан бұрын тұрақты көрермендеріміз міндетті түрде лайк басып, ал біздің арнамыз студенттер, уақыт аяқталды. Жалпы қазір сіздерге видео көрген болғансыздар және сол сұрақтарға жауап бересіздер. Яғни жалпы видео бойынша бәріне бір студентке 2 сұрақтан. Жалпы сіздерге 2 сұрақ болғаннан кейін кім дайын сол жауап бере беруге болады. Түсінікті ғой? Жалпы және видео бойынша сұрақтар берілді, соған жауап берсеңіз болады. Жалпы видео бойынша дәл қандай жаттығу орындалды, сол видеоға байланысты сұрақтар бар. Ал жақсы, Бауыржан, жауап берсеңіз. Сіздің сұрағыңыз бойынша. Акробатикалық комбинацияның құрылымы қандай бөліктерден тұрады? Жақсы, айта беріңіз. Негізгі бірінші ол бастапқы қалыптан, сосын негізгі ол акробатикалық элементтер және соңғы қалып болып саналады. Жақсы, отырыңыз. Келесі мына топта жауап берсек,
Сымбат жауап берсеңіз. Сіздің сұрағыңызды болсаңыз. Орындық биіктігі қалай таңдалады? Оқушылардың жасына және бойына сәйкес болып табылатын бастауыш сыныптар үшін төмен ал ересектегі жоғары. Жақсы отырыңыз. Жақсы бала дұрыс қоя жауабы. Келесі балым. Енді акробатикалық жаттығулардың негізгі күрделі түрлерін атаңыз. Яғни акробатикалық нелердің түрлері олар алдыға домалау, артқа домалау, және де колеса жасау, сосын кейін көпірден тұру, және де тағы басқалар болып табылады. Жақсы. Екінші сұрағыңыз. Екіншісі, яғни акробатикалық жаттығулар қандай дене қасиеттерін дамытады. Яғни ол күшке, және де төзімділікке, адамды икемділікке, және де спортқа деген сүйіспеншілікке арттырады. Жақсы отырыңыз. Келесі тақырыпқа. Жақсы. Бірінші сұрақ, гимнастикалық орындықтың негізгі бөліктері қандай? Оның негізгі бөліктері ол үстіңгі тақтай, сосын аяқ тірегі, және де бекіту еңбектері. Жақсы отырыңыз. Жоқ, келесі екінші сұрақ. Сұрақ, ол гимнастикалық орындықтағы жаттығуларды басты мақсат қандай? Ол дене тепе-теңдігін, жүру дәлдігін, және қозғалыс әдістерін дамыту. Жақсы отырыңыз, дұрыс. Жақсы, келесі мына топтан кім жауап береді? Жақсы, Нұрқалы жауап берсеңіз. Менде сұрақ, акробатикалық жаттығулардың қауіпсіздік ережесі қандай? Яғни бұл акробатикалық жаттығулар барысында көптеген қауіпсіздік ережелерді қолданылмыш, мысалы матаны дұрыс қоюға және сол жаттығу өткізуші, яғни ол оқушының, студенттің қауіпсіздік шараларын дұрыс ескерген дұрыс деп ойлаймын. Бұл алдын ала дайындалу керек. Және спорт киімдерді жақсы дайындап қойшы керек, басында. Ол болты нетілер еден қалай тұреді, жақсы. Келесі, натопты жоқ. Гимнастикалық орындық дегеніміз, яғни белгілі бір зат, ол акробатикалық, нақты бір акробатикалық қару болып табылады. Мысал ретінде, ода біз бұлшықетті дамытамыз, тепе-теңдікті және жалпы бір белгілі бір икеліс күшін, яғни тартылып аламыз. Екінші сұрақ, гимнастикалық орындық жаттығулары әдістемелік принциптері қандай? Осы әдістемелік принциптері, яғни белгілі бір принциптері бар. Мысал ретінде, жеңілден күрделіге көшу, және де қатаң бір бізге белгілі бір, яғни жаттығуларды жасамас бұрын, яғни денені қыздырып алу, және де бізге керегі ол, яғни мұғалімнің, яғни балаға қарауы, яғни ол бізде яғни белгілі бір заң тәртіп, яғни ереже, тиімді қатаң ереже, яғни бала мұғалімді тыңдау керек. Жақсы. Келесі мында ең соңғы сізде қалдыңыз. Қауіпсіздік ережелерін атаңыз. Орындықтың тұрақты тұруы, сосын аяқ киімі тайғанақ болмауы, сосын жалпы Нұрқалы айтып кеткендей акробатикалық және снарядқа орындалатын жаттығуларға техникалық қауіпсіздік ережесі бірдей. Келесі екінші сұрақ. Екінші сұрақ, тепе-теңдік дағдыларын қалыптастыру орындықтың маңызы неде? Қар және биік, қатты биік емес жерлерде тепе-теңдік ұстау болып табылады. Жақсы отырыңыз. Келесі мына топтан жауап берсек, мақсат. Жақсы. Сұрағыңыз жоқ. Акробатикалық жаттығулардың басты мақсаты қандай? Акробатикалық жаттығулардың басты мақсаты ол қимыл үйлесімділігін және иілгіштік, күштілік пен батылдыққа тәрбиелейді. Яғни біз акробатикалық жаттығуларды қолданып отырып, біз яғни батылдықты, яғни қорқынышымызды жеңе білеміз. Сонымен қатар ол ептілікке де пайдасын тигізеді. Екінші сұрақ. Акробатикалық жаттығулар қай спорт түрлерінде қолданылады? Көбіне, яғни көркем гимнастикада,
спорт акробатика, сосын яғни цирк, хореография сияқты яғни көрсетілім жерлерінде қолданылады. Мысалы, сіз қандай спортпен айналысасыз өзіңіз? Мен мысалы баскетбол спортымен айналысамын. Сізге осы гимнастика керек деп ойлайсыз ба баскетбол? Иә, керек. Не себептен деп ойлайсыз? Себебі яғни біз Мысалы, гимнастикаға жалпы дамыту жаттығулар деді. Яғни сіз баскетбол барысында сізде жалпы дамыту жаттығуын орындатуын орындайсыз. Сосын мысалы созылу жаттығуын орындайсыз. аяқ тарту, қол сүйістіру, сол Яғни жалпы менің ойымша барлық гимнастикаға, барлық спорт түріне гимнастика керек деп ойлаймын. Сол жақсы. Келесі топтан бұл жаттығулар дене шынықтыру сабағының қай бөлімінде жиі қолданылады. Яғни бұл сабақтың басында және негізгі бөлімде қолданылады. Менде екінші сұрақ, гимнастикалық уақытында жаттығулар қай бұлшықет топтарына жетеді. Бұл яғни тепе-теңдікті сақтайтын бұлшықеттерге аяқ, іш, арқа бұлшықет. Сол жақсы отырыңыз. Жақсы, және біз видеоны қарадық қоя. Жалпы сол видеоны келесі тапсырмаларда сіздерге көмектеседі деп ойлаймын. Келесі сіздерге тапсырма көрсетемін. Басқарма қатысады ғой, сіздер білесіздер ғой, жалпы жақсы. Енді келесі тапсырма ол әр топқа бір гимнастикалық жаттығулардың дайындық бөліміндегі жазу тәртібіне сәйкес жалпы дамыту жаттығуларын құру. Яғни біз қандай гимнастика жаттығуларын білесіздер? Акробатикалық жаттығулар, сосын көркем гимнастика немесе басқалар қалай қалады? Еркін жаттығулар, жалпы дамыту жаттығулар, сосын құрал жабдықтармен орындалатын гимнастика, сосын және тағы бір түрі және спорттық гимнастика. Жалпы осы жалпы дамыту жаттығуларын құру негізінде мысалы бір сағаттың дайындық және негізгі қорытынды фазаларының бөлімдерін білесіздер, кезеңдері. Яғни бұл жалпы дамыту жаттығулары қандай бөлімде орындалады деп ойлайсыздар? Яғни үш бөлімді айттық қой. Дайындық, негізгі қорытынды. Дайындық бөлімде алғашқы жеңінде. Яғни жалпы дамыту жаттығуы дегеніміз ол не? Денені қыздыру арқылы сол жаттығуға дайындалып негізгі бөлімге дайындалу. Оның мақсаты неде? мақсаты сол сосын жарақат алудың алдын алу. Яғни жалпы топ өз жаттығуларының құрылымын талдайды. Бірінші мақсатын анықтайсыздар, екінші бұлшықетке әсер етуін, сосын үшінші әдістемелік нұсқау кетіру, қателер мен түзету жолдарын қарастыру, және әр топша өз плакаттарымен топты жұмысты қорғайды. Яғни бірінші топқа акробатикалық жаттығулар беріледі, екінші топқа спорттық гимнастика жаттығулар, және үшінші топ болу белгілі, үшінші топтан негізгі құрал жабдықтармен гимнастика беріледі. Акробатикалық жаттығулар ол яғни алға домалау, артқа домалау, сосын көк шеге тұру, сосын спорттық гимнастика жаттығулар дегеніміз ол екі түрге бөлінеді. Жұмысына қарай елдер және ерлері. Ол спорттық гимнастика жаттығулары бөлінеде, сосын керемеде, босағыста жаттығулары. Ал құрал жабдықтарының гимнастика дегеніміз белгілі гимнастикалық құрал жабдықтар арқылы яғни ол көркем гимнастика, музыка арқылымен орындалатын жаттығулар, төсеніште орындалатын жаттығулар және доппен орындалатын жаттығулар. Жалпы түсінікті ғой. Енді бірінші топшаға акробатикалық жаттығулар, екінші топшаға спорттық гимнастика жаттығулар және осы тапсырманы орындалады.
Жақсы, енді уақыт аяқталып қалды. Аяқтаймыз. Жақсы, уақыт аяқталды. Тапсырманы тоқтатамыз. Яғни жалпы сіздерге қазір топты бағалау парағын беремін. Яғни сіздер топшаға мысалы бөлінген кезде сіздер мысалы бір-бірімізге баға береміз мысалы. Топты бағалау парағында біз 100 балдық шықты аламыз. Яғни әрбір критерияға 25 балдан 0-25-ге дейін баға береміз. Сондай қазір сізге қарап береміз. Артында жазылған кімді бағалайды екенсіз. Жақсы, қазір жаңа алдындағы бағалау парағын сіздерге тапсырдым ғой, сол критериялардың мысалы сіздер бір-біріңізді бағалайсыздар. Қазір бірінші топша қорғауға шығады. Біз акробатикалық жаттығулар мақсаты яғни топпен орындау, батылдыққа тәрбиелеу, тепе-теңдікті сақтау. Бұл жерде жаңа тепе-теңдікті емес, бұл жерде жаттығуларды дұрыс қайталап, қауіпсіздік ережелерін дұрыс сақтау болып келеді. Жалпы дамыту жаттығулары негізінен бірінші жаттығулар орнамас бұрын жалпы дамыту жаттығуларының арқылы денеміз қыздырып алу керекпіз. Негізгі ол
яғни бастапқы қалып аяқ деңгейінде қол белде мысалы баста бір алдыға екі артқа практика түрде көрсетсеңіз бастапқы қалып аяқ деңгейінде қол белде басты бір алдыға екі артқа үш оңға төрт солға и. жақсы. Екінші бастапқы қалып аяқ деңгейінде қол иықта бір төрт алдыға бір төрт артқа айналды. Бастапқы қалып қол белде бір төрт оңға айналды және бір төрт солға. Төртінші жаттығу бастапқы қалып аяқ деңгейінде ол қол белде бір алдыға екі артқа үш оңға төрт солға и. Бесінші жаттығу бастапқы қалып аяқ деңгейінде қолды бір дегенде жоғары көтеріп екі аяқ ұшына тигізіп үш толық отырып төрт бастапқы қалып. Яғни жаттығу сіз қайсы түріне алға домалау немесе артқа домалау? Бұл жаттығулар алға домалау үшін. Бұл жаттығу негізі жаттығуын Алға домалау, артқа домалау жаттығулар арқылы яғни сол жаттығулар орындау кезінде орындалу керек жаттығулар. Келесі қандай бұлшықеттер жұмыс? Акробатиканың жаттығулары, яғни бұлшықетті әсер етеді. Яғни ол қол бұлшықеттеріне әсер етеді, және де іш бұлшықеттеріне, және де жауыр бұлшықеттеріне әсер ететін болады. Яғни ол бұлшықеттерді әсер еткенмен қоймай, оларды созып, белгілі бір акробатикалық жаттығуларға бейімдейді. Қандай күрделі жаттығулар акробатика жаттығулар? Алдыға домалау, артқа домалау, Жай түрде, жауырынға тұру. Күрделі жаттығу. Яғни ауада денені айналдыру. Сол кезде сіз қандай жаттығуларды, жалпы дамыту жаттығуларын өткізесіз? Қандай бұлшықеттер әсер етеді? Мысалы, ауада аяққа, белге, қандай жаттығулар жасайсыздар? қандай жаттығулар? Алдыға домалау жатады. Жалпы аяқ бұлшықетіне арналған жаттығулар жасау керексіз, иә? Яғни сіз тірек қимыл аяқты жоғары секіру керексіз, иә? Сосын әуеде айналу. Әуеде денені айналдыру, иә? Топтастыру, иә? Денені топтастыру арқылы денені артқа айналдыру. Келесі тепе-теңдікті сақтау. Тепе-теңдікті сақтау. Сосын жалпы әдістемелік қандай нұсқаулар осы жаттығуларға берілген? Яғни әдістемелік нұсқаулар жаттығу кезінде дұрыс орындалу, яғни қолды мысалы алға домалау, артқа домалау кезінде қолды дұрыс тіреу және сол қолды тіреу бірінші, екінші домалау кезіндегі әдіс-тәсіл, яғни ол дұрыс домалау әдіс-тәсілін көрсету. Бұнда негізінен артқа домалау кезінде басты тіремеу керек. Соны алға домалау, керісінше алға домалау кезінде, яғни сол басты тіреу арқылы орындалу, яғни сол жаттығулардың яғни дұрыс орындалу әдіс-тәсілдерін көрсету. Жақсы, ал бауыржан қорытындай келе. Келесі бізде акробатикалық жаттығулардың түрлері. Бірінші бізде ол артқа домалау, екіншіден ол жалпы көпір жасау, сосын келесі бізде сол ең үлкен жаттығу түрі ол бізде сальто жасау саналады. Төртіншіден ол жауырынға тұру және де жалпы жартылай шпагат, сосын шпагат саналады. Қорытындай келе, жалпы жұмыстар қалай бастасыз? Жалпы акробатикалық жаттығулар негізінен ол адамның яғни еріктілік, тепе-теңдік сақтау сияқты қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Бұнда тек соларға емес, яғни топтық акробатика дегеніміз болады. Яғни ол ортамен араласу, мысалы акробатикалық жаттығу дегенде орындалу кезінде екі-екіден бөлініп деген сияқты. Бұл жаттығулар пайдасы яғни адам денсаулығында яғни дене бұлшықеттерінің созылу несін болдырмауына және акробатикалық жаттығулар дұрыс орындау арқылы біз яғни салауатты өмір салтын ұстанып дененің яғни
дене бітімін дене бітімін қалыптастырамыз. Жақсы отырыңыздар. жаттығулар өзара ішіне екпе олар ерлерге арналған жаттығулар және ерлерге арналған жаттығулар. Бірінші ерлерге арналған жаттығулар ол кермеде тартылу, қосарлықта тұру және ағаш жақтан секіру болып саналады. Және ол әйелдерге арналған ол бөрене еркін жаттығулар. Жақсы. Және оның мақсаты Оның мақсаты дене бітімін дамыту және күшті дамыту. ерлер үшін яғни тепе-теңдік және де осы техникалар талап етеді. Мысалы ретінде ең басты осы бізде аяқ бұлшықеттері, қол бұлшықеттері, мойын, бел, яғни осы бұлшықеттер негізгі осы бізде икелішке, яғни икеліс жүреді. Ол кезде яғни негізгі жаттығулар осы бізде бас айналдыру, иықты көтеру, яғни негізгі иықты алға, артқа, және де қолды жоғары, одан кейін бізде аяқ, яғни пресс дейміз ғой, осы отырып тұру, осы жаттығулар негізгі пасай етеді. Негізгі осы бізде жоғары деңгейде, яғни шеберлікті, негізгі құралдар, яғни осы бізде жоғары дәлдікте, яғни шеберлікті талап етеді. Мысалы ретінде оған бізде негізгі құралдары осы гимнастикалық орындық, бөрене, яғни олар осы дәлдікті және де дәлдік қабілеттілігін және де техника жақтан қабілеттілігін арттырады. Бізде ЖБЖ негізгі жалпы дамыту жаттығулары осы бастапқы қалып аяқ дейінде осы бізде 5 жаттығуын алған болатынбыз. Бірінші ол бізде жаттығулар ретті, яғни бас айналдыру, негізгі бізде 4 рет, яғни оңға және де солға, келесі бізде иық көтеру, негізгі айналдыру, алға және де артқа. Үшіншісі қолды жоғары көтеру, алға, артқа, яғни сермеу. Онда біз 4 рет жасаймыз, негізгі алға және де артқа. Дене бөлу, оңға солға 4 рет, және де қолды алға қойып, негізгі бізге аяқтың яғни бұлшықеттерін, яғни отырып тұру, ол да бізде 4 рет орындалады. Осы бізде бұлшықеттер әсері, яғни мойын, иық, артқа және де жамбас негізгі бұлшықеттері тонусқа яғни келеді. Келесі қандай бұлшықеттер, мысалы спорттық гимнастика жаттығу кезінде қандай бұлшықеттер жұмыс жасайды? Барлық бұлшықеттер жасайды. Көбінесе аяқ бұлшықеттері, қол, иық, қол, аяқ. Сосын ішкі аяқ. Арқа, жұмыртқа сіздер қосарысты және темірде орындалатын жаттығулар болған соң арқа бұлшықеттері жұмыс жасайды. Сосын қандай әдістемелік нұсқаулар келтірдіңіздер осы жаттығуды өткізу барысында? Әдістемелік нұсқау, яғни ең басты ол бізде қайда білсеңіз. Мысалы сіз күрделі жаттығуды жасап жатсыз, қосарыста. Сол кезде мысалы қандай әдістемелік нұсқау бересіз? Қолдың тұрысы ма, аяқтың тұрысы ма, дене қалай бұл жерде? Негізі мысал ретінде сыртты немесе қосып жалатын болсақ, мысал ретінде ең бірінші бізде яғни қол түзу болу керек, яғни отырған кезде, яғни түскен кезде қолды 90 градус немесе 45 градустан майыстыру керек. Яғни жалпы қолдың бұрышы 90 градус болу керек, аяқ, кенеті, яғни бір жаңа спорттық гимнастика жаттығу болған соң, оны төрешілер қалай бағалайды? Яғни оның техникасына қарап бағалайды. Жақсы отырыңыздар. Жалпы сабақ аяқталуына кішкене қалды. Балғын, сіз яғни топты бағалау барысында Асланды бағаладыңыз, сіз не себептен осындай баға бағаладыңыз?
себебі аслан өз ойын жеткізе алды және де барлық берілген тапсырмаларды ойлағандай орындап шығара алды деп ойлаймын. Және де осы берілген нелер бойынша жаттығулардың талдау дәлдігі 20 балл, теориялық түсіндіру сапасы 20 балл, тапсырманы мазмұндау жүйелі баяндады және де жаттығуларды орындау үшін еңбек көлемін қатаң мөлшерде және топтың әр мүшелесін белсенділік танытты. Яғни мен барлығына Асланға 100 балл бердім. Жақсы отырыңыз. Келесі. Ерболат, сіз кімді бағадыңыз? Нұрханды, сіз қандай баға бағадыңыз? Нұрхан жаттығулар қолдауда дәлдігінде ол 20 балл болды, яғни өз ойын ашып жеткізе алды. Теориялық түсіндіру сапасында ол өз ойын және басқа да техникасын түсіндірді. Мен общий 90 балл. Жақсы отырыңыздар. Қазір уақытқа байланысты, қазір сіздер карточканы жинап қойсаңыздар. Келесі рефлексия, яғни сабақты қорытындылай келе яғни біз жасыл бағдаршам әдісін бәріміз білетін шығармыз. Яғни онда бағдаршам берілген, яғни қызыл түсті болса сабақты түсінбедім, сұрақтарым бар. Сары түсті болса сабақты орысша түсіндім, және жасыл түсті болса сабақты жақсы түсіндім деген білдіреді. Яғни қазір әрбір топтан бір-бірден шығып осыны жұмыс. Бір-бірден. Жақсы. Қазір жалпы сабақ аяқталды, яғни сіздерге үйге тапсырма бойынша гимнастика сабағының дайындық бөлігіне арналған жаттығулар кешенін құру. Яғни жаңағы дайындық бөлігіне арналған жаттығулар кешенін құрасыздар. Жаңағы жалпы дамыту жаттығуларын әрбір үш түрге жаңағы акробатикалық, спорттық гимнастика, құрал жабдықтармен орындалатын жаттығулар және еркін жаттығуларға сіздер гимнастика дайындық бөлімі жаттығуын құрасыздар. Жақсы, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.